Тралалеро, тралала. Балаңыз тралалело тралала деп күліп отырған мына видеода не айтылып жатқанын білесіз бе? Бұл жай ғана күлкілі акула емес. Бұл нейросетпен жасалған брейнрот деп аталатын вирустық контент. Фондағы псевдо-итальянша сөзінің астында діни тіл тигізу, агрессия, мағынасыз әрі орынсыз сөйлемдер жатыр. Бір қарағанда күлкілі естілгенімен, бұл біздің балаларымыздың миын жаймен мемдер арқылы улап жатқанын біліңіз. Блогер Арман Юсупов та балалармен осы трендті түсірген болатын. Кейін мағынасын білгендіктен қайтадан Инстаграмнан өшіріп тастады. Ол үшін респект. Бірақ әлі де TikTok Reels'та мыңдаған блогер осы кейіпкерлерді әзілге айналдырып, ойыншық жасап балаларға жарнама жасап жатыр. Бірақ олардың көбі не айтып жатқанын білмейді де. Кейбір видеоларда тіпті поркодио деген сөз кездеседі. Ол Құдайға тіл тигізу болып саналады. Видеоның аудармасын білмей жатып балаларыңызға нені көруге рұқсат беріп жатқаныңызды ойланыңыз. Бүгін бейкүнә көрінетін акула, ертең дін мен зорлықты мазақ қылатын жаңа тренд. Сондықтан да балаларыңызға бұл трендті көп көрсете бермеңіз. Одан да не үшін көруге болмайтынын түсіндіріп, мағынасын айтып балаларыңызға жеткізіңіз. Осы видеоны сақтап барлық WhatsApp группаларға таратыңыздар. Мағынасы былайша аударылады.